6 раундқа созылатын жартылай орта салмақтағы жекпе-жек. Но дойдет ли он до 6-го раунда, до решения судей? Ол да бар. Хауке тәжірибелі боксшы, қалай дегенмен 11-дей жекпе-жегі бар. Да, за плечами 10 поединков профи провел. Хауке, Сабурхан все-таки дебютант, но и в дебюте сразу же против опытного чешского боксера. Я, шынымен де кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жек үшін тәп-тәуір қарсылас таңдалған екен. Бұл жолы да міне қазір бұған дейін өнер көрсеткен Джозеф Дубский сияқты Хауке жақын қашықтықты көздеген екен. Төреханға әрине орта қашықтық, алыс қашықтықтан соққа алмасқан әлдеқайда ыңғайлы. Дает здесь Төрехан возможность вымахаться своему оппоненту. Несколько ударов принимает даже на себя. Әзірше жеңіл-желіп соққылар бір-бірін біраз зерттейтін болады. Ал бұрышқа барып өзі кірді, қараңыздар Төрехан. Бірақ көп тұруға болмайтын өзі де түсініп отыр. Дәл осындай мәнерде әуесқой бокста жұдырықтасады, сондықтан біз әдеттегіден тыс ештеңе көріп тұрған жоқпыз бұл жерде. Бүйірден Джиридің де шабуылы. Отвечает раз за разом также. Иә, көрерменнің қамында ойлайтын боксшылардың бірі бұл Төрехан Сабырхан. Анда-санда шоу жасап қою керек. Сәл қарқын бәсеңдеп қалған сияқты. Бір-біріне кезек бер жүр, сен ұр, мен ұр деп. 6 раундқа жоспарланған жекпе-жек екенін түсінеді екеуі де, сондықтан әр раунд сайын қарқынды көтеретін болады. Да, темп невысокий с первого раунда, с первых секунд. Здесь уже, конечно же, не 4 раунда, поэтому не торопятся спортсмены. Әзірше ара қашықтықты жақсы өлшеп көрсетіп қойған сияқты. Төрехан қатты жақындата қоймайды. Защиту пришелся удар. Міне, ашылып қалған сәтті жақсы таңдай алды бұл жерде. Хайлайтс кезінде бәлкім дәл осы шабуылды бізге көрсетер. По скорости аяқ басып қалды. Аяқты басып қалды бұл жерде, нокдаун емес, есеңгіреген жоқ. Алдыңғы аяқты басып қалды Төрехан қарсыласының. Оказалось, что близок к тому, чтобы оформить нокдаун. Сабурхан, ну, не удалось. Последние секунды первого раунда. Міне, алдыңғы қолмен дәл осы қысқа хук көзге көп іліне қоймайды бұл соққа, бірақ бұған назар аударып отыру керек. Уверен в себе. Харизма бар енді, бар десейші. Такого, наверное, ажиотажа от дебютного поединка в профи, бывшего любителя в профи, скажем так, я давненько не чувствовал на себе, скажем так. Өкінішке қарай, бапкерлердің нұсқамаларын тыңдау мүмкіншілігі бізде жоқ. Әзірше, бәлкім кейінірек ондай опция пайда болар. Міне, ең қызық сәттердің бірі деуге де болатын шығар. Жаман емес деген сыңай танытып отыр Төрехан. Алге, екінші раунд. Джири Хауке жақындаудың амалын іздейді әрине. Қарсыластың алдыңғы аяғын сыртына қадам басып отырады. Осы тұста қызық бірдеңе болар. Добавил элементы шоу Төрехан и... Хауке енді бұндай провокациялар қатты бір көне қоймайды. Бұндайды көріп тастаған боксшы десек те болады. Бірақ бұл жерде жылдамдық жетпей тұр ең алдымен. Төрехан әлдеқайда жылдам қарсыласына қарағанда. Бұл сондай бір басындылығы десек те болатын шығар бұл жекпе-жек барысында. Әрі алдың қол, яғни сол қолмен жасалынатын қысқа соққылар. Осы соққылар бұлар біраз кедергі болып отыр.
Земля, кстати, Хауки. Жодовдубский уже сегодня совершил небольшой апсет, выиграв местного бойца. Удастся ли то же самое оформить Хауки? Екеуінің ұқсастығы бар, иә, жалпы стиль жағынан алып қарайтын болсаң. Жоғары блокты алады да, соның арғы жағынан бір шабуылдар жасауға тырысады. Ну, это очень правильная, скажем так, тактика против более высокого и быстрого Төрехана Сабырхана. Иә, бірақ бұл жерде енді Төреханның шеберлік деңгейі қазір Джири Хаукиге толықтай бір ашылуға мүмкіншілік бермей отыр. Жаңағы Филли Шелді да екеуінің салыстырып көретін болсақ, иә, Ақниет Алимбаймен. Ой, міне кірісті қазір. Енді қызық басталу керек. Жоқ, болмады. Қазір ығыстырып көреді ме деп едік бұл жерде. Бір-екі болды. Шагом вперед. Қарсыласының назарын өз аяғын аударды да бірден қарапайым екі соққыны салып кеп жіберді. Да. Тамаша финт. Және ара қашықтықты жап-жақсы белгілеп алған екен Сабырхан. Ешқандай бір мүмкіншілік бермей отыр. Бірінші раундта енді тым болмағанда жақындап әйтеуір бір соққылары жетіп жататын. Хаукенің бұл екінші раундта тіпті нәтижелі соққылар азайды. Міне, бір орында тұрып алған. Енді бұны менсінбеушілік, тәкаппарлық деп қабылдамаңыздар. Бұл Төреханның табиғаты осындай енді, осындай бокс. Тамаша. Да, вот именно поэтому все с нетерпением ждали его дебюта в профи. За счет его выступлений в любителях. Вот с таким же стилем, как он поведет себя в профи. На мой взгляд, это уже готовый будущий чемпион из Казахстана. Тамаша. Тағы да блокқа дәл тиген соққы. Екінші раундта да басымдылық Қазақстанның боксшында болды. Боксшының қолында. Оған еш күмән жоқ. Өздеріңізге айтқандай, әр раунд сайын қарқынды көтере бастайды, және екінші раундта қарқынды көтерген дәл осы Төрехан Сабырхан. Ну что, Төрехан в своей стихии никакого давления не ощущает абсолютно на своих плечах в связи с дебютным поединком в профи, в связи с тем, что в стенах Борис-арены большое количество зрителей, которые ждут как раз-таки победы своих бойцов. Отжимает в угол ринга Хауки своего оппонента. Иә, шабуылдарды оң қолдан көбірек бастай бастады. Енді міне шынымен де білек сыбана кірсе бастаған сияқты жекпе-жекке. Алғашқы екі раунд дене қыздыруға жұмсады. Сабырхан. Ұйықтан қазір. Ұйықтан дәл тиген соққы, иә? Жоқ, бұл естен таңған жоқ, бірден емес соққы. Иығын өзі де көрсетті. Бұл қызық болды. Жарақаттап жіберді ме, бір соққымен? Иә, қазір сол қолымен соққыларына назар аудару керек енді Джиридің. Ұра алады ма? Сол қолды қаншалықты жиі қолдан алады. Кем дегенде бір нокдаун бар енді қалай дегенде. Бізге отырдың ба, онда төреші міндетті. Есеп ашуға қапталдағы төрешілерден тіркеді. Нокдаунды өз есептен тағы да сол екі соққы. Ал бұл енді бокс пен капуэраның қосындысы болып кетті бұл жерде. Бұндай синтезді қайдан көріп едіңіздер, құрметті көрермен? Ну, это хайлайт, это чистый хайлайт. Это TikTok, это Shorts, это Reels.
Иә, заман осындай. Жұдырықтасқан кезде TikTok, Shorts деген дүниені ойлап жүрім керек. Оу, жаман емес, тағы да 2 соққы. Боксас. Ну, обратите внимание, ну как красиво боксирует. Стал столько лишь нокаут и нокдаун в этом поединке, и все, это уже Иә. успех. Нокдаун, таза. Таза нокдаун. Болды осымен, жекпе-жек аяқталды. Хауке тұрмайды. Хауке тұрмайды. А с успешным дебютом можно поздравить Турихана. Тұрмайды. Жекпе-жек аяқталды осымен. Нет абсолютно никакого желания продолжать дальше. Өзі де көрсетіп отыр, иә. Хауке. Рефери ұзақ санады, біраз мүмкіншілік берді. Турихан Сабырхан отныне непобежденный профессиональный боксер. Иә, 1-0, сәтті дебют. Және тәжірибелі қарсыласқа қарсы жекпе-жек, иә. Ауыз толтырып айтатындай жетістіктері жоқ кәсіпқой бокста, бірақ біраз жұдырықтасып үлгерген Джири Хаукеге қарсы жекпе-жек. Енді бұның барлығы таза хайлайт, иә, шынымен де жаңағы нокдауннан кейінгі болған сәтте. Құрметті бокс жанкүйерлері, өздеріңіз куә болғандарыңыздай, өзінің алғашқы дебютында кәсіпқой бокстағы бірінші жекпе-жегінде жеңіске жеткен Төрехан Сабырхан